Бүгінгі өзара кері сандар тақырыбындағы видео сабағымды бастайын. Көбейтіндісі бірге тең болатын екі санды өзара кері сандар деп атайды. Мысалы, 7-ден 5 және 5-тен 7 сандар өзара кері сандар. Бұларды көбейтсек, яғни 5-пен 5 қысқарады, 7-мен 7 қысқарады дағы бір шығады. Бұлар көбейтіндісі бірге тең болатын екі санды, яғни өзара кері сандар деп атайды екенбіз. Ары қарай кеттік ендеше. Мына сандардан 5 өзара кері сандар жұбын теріп жазыңдар дейді. Яғни бұны қалай тексереміз? Бізге айтты, көбейтіндісі бірге тең болатын сандар өзара кері сандар болып табылады дедік. Ендеше мыналарды көбейтсек, мысалы 2 мен 2, 3 пен 3 қысқарады. Онда бірінші есепте 3-тен 2 және 2-ден 3 өзара кері сандар. Мұнда да 7-тен 4 және 4-тен 7. Бұлардың көбейтіндісі бірге тең. Сондықтан бұлар да өзара кері сандарға жатады. Мұнда 2-ден 9 және 9-дан 2. Бұл да өзара кері сандарға жатады. 10-нан 9 және 11-ден 9. Бұл жатпайды. 8-ден 5 және 8-ден 3. Бұл да жатпайды екен, қарасақ. Мұнда 10 мен 10, 7 мен 7 қысқарады көбейтсек. Онда бұлар өзара кері сандарға жатады. 2-ден 1 және 3-тен 2. 2 мен 2 қысқарады, бірақ 3-тен 1 қалып қалады. Бізге 1 қалу керек. Онда бұл өзара жайсанға жатпайды. Келесі 4-тен 3 және 3-тен 4. Бұларды көбейтіндісі бірге тең болады. 3 пен 3 қысқарады, 4 пен 4 қысқарады да тең 1 қалады көбейтсек. Сондықтан бұлар өзара кері сандар жатады. Яғни бұдан енді әрқашан өзара кері сандарды тауып жатпас үшін оларды қалай табамыз? Яғни бұны мысалы 5-тен 2 деген бөлшек берілсе, бұған өзара кері санды қалай табамыз? Бұны көбейтіндісін бірге тең деп тауып жатқанша, бірден бұларды өзара кері сандар тапқан кезде 5-тен 2-ге өзара кері сан қандай болады? Мұна алым мен бөлімінің орнын ауыстыра салады екенбіз. Сонда 2-ден 5. Мұнда 3-тен 2, 2 мен 3-дің орнын ауыстырды, 2-ден 3 қылдады. 7-тен 4, мұнда 4 пен алым мен бөлімнің орнын ауыстырды, 4-тен 7. Осылай алым мен бөлімнің орнын ауыстыру арқылы біз өзара кері сандарды таба аламыз, берілген санға сәйкес. Келесі есепке кеттік. Мына бөлшектерге кері бөлшектерді жазыңдар дейді. 12-ден 5-ке кері бөлшек 12-ден 5 және алым мен бөлімнің орнын ауыстыра саламыз. 5-тен 12. 13-тен 9-ға 13-тен 9 және 9-дан 13. 7-ден 11 және 11-ден 7. 13-тен 2 және 2-ден 13. Алар осылай 10-нан 11, мұнда 9-дан 100 болып өзара кері сан табылады. Келесі есепке кеттік. Мына аралас сандарға өзара кері сандардың жұптарын теріп жазыңдар. 2/3-тен 1 қанша болады? Бірінші есеп бойынша аралас санмен берілсе, оны біз неге айналдырмыз керек? Бөлшекке, яғни бұрыс бөлшек түрінде жазуымыз керек. 2/3-тен 1 дегеніміз 3-тен 2 көбейтілген 3 қосылған 1. Бұл 3-тен 7. Яғни және 7-тен 3 деп тұр. Бұлар өзара кері сандар жұбы болады. Екінші есеп. 5-ті көрсетейін, 1-ді, 5-ті, 8-ді көрсетейін, қалғанына сіздерге қалсын. Қалған барлығы ұқсас. 5-ші есеп. 7/3-тен 2 ол аралас сан түрінде берілген.
біз аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру арқылы таба аламыз. Сонда біздің 7/3-2 дегеніміз 3-тен 7 3-ке көбейтем, 2-ні қосам алымына жазғанда, бұрыс бөлшекке айналдырғанда не істейміз? Естеріңізде болса, бүтін бөлікті бөлімге көбейтеміз, алымын қосамыз. Сонда 7 3 21, қосам 2-ні 23. Бұған кері сан 23-тен 3. Сонда бұл өзара жай санға жатады. Өзара кері санға жатады екен. Өзара жай сан деп қайта. 8-ші есепке қарайық. 8-ші есеп 3/6-дан 5. 3/6-дан 5-іміз қанша болады екен? Бұрыс бөлшекке айналдырсақ. Бөлімі жазылады. 3-ті бүтін бөлікті бөлімге көбейтем, алымын қосам. 3 6 18, 5-ті қоссам 23. 6-дан 23, мұнда 23-тен 6 дейді. Яғни мұналар өзара кері сандар жұбы бола алады. Қалғанын өздеріңіз тауып есептеп шығарыңыздар. Келесі есепке кеттім. Берілген сандарға кері сандарды жазыңдар. 3/7-ден 2. Мынау аралас сан түрінде берілген. Бұны біз бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек. Сол кезде ғана оған кері санды таба аламыз. 3/7-ден 2 бұл 7-ден 23. 3 7 21, 2-ні қосам 7-ден 23. Бұған кері сан қанша? 7-ден 3-ке кері сан қандай болады? 23-тен 7 деген бөлшек болады. Ал сонда біздің мына аралас санға кері сан 23-тен 7. Біз бұрыс бөлшекке айналдыру арқылы таптық. Келесі 8-ден 15-ке кері сан 8-ден 15 және 15-ден 8, алым мен бөлімнің орнына ауыстырдық. 8-ден 15-ке ауыстырдық. 15-ден 8. Келесі 2/10-3. 2/10-3 аралас сан. Бұны бұрыс бөлшекке ауыстырамыз. 10-нан 23. 10-нан 23-ке кері сан 23-тен 10. Келесі 3-тен 14 дейді. 3-тен 14-ке кері сан 3-тен 14 және 14-тен 3. Алым мен бөлімнің орнына ауыстырдық. Қалған үш есеп сіздерге қалсын. Аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыру арқылы табады екенбіз. Келесі есеп. Берілген сандарға кері сандарды жазыңдар дейді. Әр есептен екеуін, үшеуін көрсетейін, қалғаны сіздерге қалсын. Дұрыс бөлшектерге кері сандарды жазыңдар дейді. Мына дұрыс бөлшектерге 7-ден 5-ке кері сан 7-ден 5-ке кері сан қандай сан болады? 5-ден 7 яғни. 10-нан 3-ке кері сан 3-ден 10. Яғни алым мен бөлімнің орнына ауыстырып жаза береді екенбіз. 8-ден 9. Келесін өздеріңіз осылай шығарыңыздар. 1/5-тен 1-іміз. Үшеуін көрсетейін. 1/5-тен 1-ді аралас сан. Бұны бірінші бөлшекке айналдырып аламыз. 1/5-тен 1-іміз қандай сан? Бұл 5-тен 6. Онда бұған кері сан. Мұнда 6-дан 5-ті жазады екенбіз. Келесі 2/7-ден 3 дейді. Бұны да кері санға айналдырып аламыз. Бұл 7-ден 17. Бұған кері сан 7-ден 17-ге кері сан қанша болады? 17-ден 7. 4/8-ден 1. 4/8-ден 1. Бұл 8-ден қанша? 4-8-32, 1-ді қосам 33. 8-ден 33-ке кері сан 33-ден 8 дейді. Қалғаны осылай шығады. Енді натурал сандарға кері сандар. Мына натурал сандарға кері сандар. Натурал санды да бұны біз бұрыс бөлшек ретінде жазамыз. Яғни 3 деген
натурал санға кері сан, бұның бөлімінде 1 бар деп ойласақ, бұл 3-тен 1-ге кері сан қанша болады? 1-ден 3-ке кері сан 3-тен 1 болады. Мында 3-тен 1. Яғни мына әр натурал санның бөлімінде 1 барды есептейміз. Яғни 3-ті 1-ге бөлсек 3 қой. Бұны біз бұрыс бөлшек түрінде жазғанда осылай бөліміне 1 бар ретінде қарастырып жазсақ болады. Яғни 5-ті 1-ден 5 деп жазсақ, 1-ден 5-ке кері сан 5-тен 1. Қалғаны осылай шығады. 7, мысалы, ол 1-ден 7, 7-тен 1, 9-дан 1, 12-ден 1 сияқты кете береді. Мына бөлшектерге кері бөлшектерді жазыңдар дейді. А-дан 1-ге кері бөлшек қанша болады? 1-ден А болады, я? Бұл А-ны 1-ге бөлу деген сөз, бұдан не? А-ның өзі ғана шығады. Я, А 1-ге бөлсе де, көбейтсе де, сол санның өзі шығады, неді ғой? Мұнда 7x-тан 1 дейді. Бұған кері сан 1-ден 7x. Бұл 7x-ті 1-ге бөлсең 7x деген сөз. Яғни 7x-тан 1-ге кері сан 7x. Келесі бұдан А. Бұған кері сан А-дан Б. Сол сияқты алымдар мен бөлімдердің орнын ауыстырып тауып шығасыздар. Келесі есеп. Компьютерді теруші шығарманы 3 сағатта теріп болды. Компьютерді теруші 1 сағатта шығарманың қандай бөлігін терді дейді. 3 сағатта теріп болды десек. Мысалы, мына 3 бөлікке бөлейік. Яғни, мына шығарманың 1 сағатта мына бөлігін, 2 сағатта мына бөлігін, 3 сағатта мына бөлігін теріп болды. Бізге сұрапты 1 сағатта шығарманың қандай бөлігін терді? Мынаны 3 сағатта тергенін айтсақ. Онда бізге қанша бөлігі керек? 3-тен 1 бөлігі керек. Яғни 3 сағатта теріп болды. Ол 1 сағатта 3-тен 1 бөлігін теріп болды. Екінші есеп. Құбыр бассейнді сумен 20 минутта толтырады. Құбыр 1 минутта сумен бассейннің қандай бөлігін толтырады? Яғни мына бассейнді 20 минутта толтыратын болса, осыны 1 минутта қандай бөлігін толтырады? 20-дан 1 бөлігін толтырады. Екінші минутта мынандай бөлігін, үшінші минутта осылай 20 минутта не істейді? Толтырып шығады. Сонда бізде мына 1 бөлігін сұрап тұр, ол 20-дан 1 бөлігі. 20-дан 1 бөлігі. Үшінші, сөреден мәрейге дейінгі қашықтықта Динара 15 секундта жүгірді, ал Данияр 12 секундта. Балалардың қайсының жылдамдығы көп? Динара 15 секундта жүгірді, ал Данияр 12 секундта жүгірді. Оларда уақыттар берген, бұлардың жылдамдықтарын табамыз. Ал бізге қашықтық ешқандай өлшеммен берілмеген, онда ол 12-ден 1 және 15-ден 1. Енді екеуінің қайсының жылдамдығы көп дейді бізде. Қайсының жылдамдығы көп? Яғни 12-ден 1. 12 мен 1 мен 15-ден 1-ді салыстырсақ, 1 мен 15-ті көбейтеміз 15, бұлай көбейтсек 12. Немесе алымдары бірдей бөлшектерді салыстыру естеріңізде болса, қайсының бөлімі кіші, сол бөлшек үлкен деген болатын. Сонда мына 12-ден 1 үлкен. Яғни Даниярдың жылдамдығы не? Көп екен. Тез жетеді ғой. Келесі есепке кеттік. Тұжырымдардың қайсысы тура? Бір саны өзіне өзі кері сан. Бір саны өзіне өзі кері сан дейді. Яғни біз өзара кері сандарды қалай білеміз? Оларды өзіне өзін көбейтіп көреміз. Сол кезде бір шыға ма? Бір сан өзіне өзі кері сан болады. Өзара кері екі санның көбейтіндісі бірден кіші болуы мүмкін. Жоқ. Ол бірге өзара кері санның көбейтіндісі әрқашан бірге тең. Онда бұл тура емес. Нөлге бөлуге болмайтындықтан нөл санына кері сан жоқ. Бұл тура, Мынау тура болды. Төртінші, кез келген санға кері сан бар. Кез келген кері санға бар. Кері сан. Кез келген санға кері сан бар. Бірақ кез келген санның ішінде нөл сан, нөлге кері сан жоқ.
Сондықтан мынау қате. Нөлден басқа кез келген санға кері сан бар. Бұған бар, иә. Нөлден басқа кез келген санға кері сан бар. Өзара кері сандардың көбейтіндісі бірге тең. Бұл тура, иә. Келесі есепке кеттік. Теңдеуді шешіңдер дейді. Қарасақ мұнда қалай анықтаймыз, иә? Біз естеріңізде болса, өзара кері сандардың көбейтіндісі бірге тең дегеніміз. Мұнда барлығының бөлшекпен белгісіз айнымалы, яғни x көбейтіліп тұр, иә? Сонда біз x-тің орнын өзіміз кері санын табу арқылы таба аламыз x-тің мәнін. Сонда көбейтіндісі бірге тең болу үшін 7-ден 2-ге кері сан болу керек x. Яғни бірінші санда x тең қанша? 2-ден 7. Екінші есеп 9x тең 1 десе, онда x-іміз қанша? 9 натурал сан, бұның бөлімінде 1 бар. Бұған кері сан енді 9. Так, x тең деп жазайын. X тең 9-дан 1 болады. Үшінші есеп табу үшін біз 1,8-ден 5-ті бұрыс бөлшек түрінде жазып алуымыз керек. Бұл 8-ден 13. Онда бұған кері сан x тең 13-ден 8. Иә? Төртінші есеп. Так, мұнда төртінші есепті көрсетейін. Төртінші есепті 2-ден 1-ге кері сан 1-ден 2. Маған кері сан 1-ден 2. Бұл 2-ге тең. Енді осыларды орнына қойып тексеріп көрейік. Орнына қою арқылы. 7-ден 2 көбейтілген 2-ден 7. Яғни 7 мен 7 қысқарады, 2 мен 2 қысқарады, 1-ге тең. Иә? Сол сияқты 9 көбейтілген 9-дан 1. 9 мен 9 қысқарады, 1-ге тең. Иә? 8-ден 13, яғни 1,8-ден 5-ке оны 8-ден 13 түрінде, бұрыс бөлшек түрінде жазып алдым. Бұл 13-ден 8. Екеуі қысқарады, 1-ге тең. Қалғанын осылай тексеру арқылы, және кері санға айналдыру арқылы тапсаңыздар болады. Келесі, осымен бұл видео сабақ аяқталды. Жалпы бұл өзара кері сандарды табу тақырыбы жай бөлшектерді бөлуде керек болады. Сондықтан осыны меңгеріп алсаңыздар